Үлкен ағай қайда кетті? Соны айтам. Албасты! Қайда? Неғып безіп кеп бұлар отырып алған? Албасты? Аядай аралықта қайда қалбасты? Әшек, бірімді қойған тез жүре бергендерің жан. Күмәнді де береді кесіз. Қайда қалбасты? Асын үлдіңді, тез. Албасты дейді. Сенбеймін. Тападай тал түсті. Албастысы не? Қыртпай тез жүрсе. Пірім, тездетіңізші. Ол ұлғый өтірмайды ады. Pırım, tez. Tez. Жүріңдер. Қырсық, Pırım, tez аттан түсіңіз. Пірім, елексенен өттір. Пірім, мен тұқыла жалданыңыз ғой. Пірім, ештен өтпеді ме? Pırım, ештеңе етпеген шығар. Жоғал жары. Жүн аяқ жүн саусақты маймыл. Албасты көрінбей жатып, пірімді қирата жаздады. Мен жүкең болмасам қайтер еді? Нақыс, аяқ қолсынса емдеуге болады. Еген албасты жазуға Pırımды алып қашып кетсе ше. Албасты, қане, қайда тұр екен албасты? Ұзындама кеш. Құтқарыңдар! Біреу дауыстағанда естілді ғой. Күйме қажет бе деп дауыстаса да күйме көтерер адам жоқ. Аттаныңыз Pırım. Сүке. Тыңдашы деймін. Аттаныңыз. Мен барып көрейін. Қане. Құтқарыңдар! Сүке, мен рас біреудің дауысын естідім. Бейнесі... Мен де біреудің айғайлағанын естігендей болдым. Жүрек қане, Сүке, тыңдашы жүрсіңдерші. Құтқар! Тыңдашы. Біреу шақырады ғой. Баланың дауысы секілді. Біз тоқтап байқайықшы. Pırım, tегі осы таудан асқан соң шапаға жыл болmuş. Бұл жердің сұмдығы көп, ізгілігі аз. Құтқарыңдар! Сүке, тыңдашы. Шынында мынау бала ғой. Жері жастан қара албасы жатыр. Pırım, мен көріп келейін, а? Мақұл. Құтқарыңдар! Құтқарыңдар! Pırım, Сүке, айғай ана жақта секілді. ана жақта дейсің бе? Менің құлағыма мына жақта сияқты ғой. Ана жақта. Ілесіңдер маған. Бәке, тезет. Әсіл мына жақта еді. Маймыл, ана жақта дейді ғой. Жүрелікші, жүр. Құтқарыңдар! Ілесіңдер. Ана жақта. Бұлай. Pırım, бері тартыңыз. Құтқарыңдар! Pırım, байқаңыз. Құтқар! Құтқарыңдар! Сүке, қарасаңшы. Анау аспақталып тұрған бала емес пе? Құтқарыңдар! Pırım, құтқарыңдар! Құтқар! Құтқарыңдар! Pırım, Сендер оны дереу шешіп алыңдар. Мен Үйіншек! Сәдірмек албасты сені танымаушы ма едім? Сиқырланып алып, кімді алдамақсың? Pırım!
Мұны... Pürüm, бұл таудың алдарында пенде жоқ. Мұндай кішкене бала қайдан келеді? Пірім, үйім Остаудың ар жағындағы Қуғарағай шатқалында. Кеше атанам айтпай шығып ойнап жүргенімде бір қатты жел соғып ұшырған бойы осында әкеп бұл күйге салды. Аспақталып тұрғаныма бір күн бір түн болды. Пірім, құтқара көріңіз, құтқара көріңіз. Көрсеңдерші, бұл апалық бала ғой. Pürüm, Сен, Баже, Шасып, бері оны шешіп алыңдар. Баде, шәкенені шек. Акау, кішкене бала аспақта алып тұрса обал ғой, оны шешіп алсаңдар. Мен барайын. Тез босатыңдар. Дұрыс. Мен шешейін. Пірім, құтқара көріңіз. Қараңыздаршы, бұл өзі көз тостағандай арыстан басты, өте келіскен бал екен. Меніңше оның іші толған зығырдан. Оны қайсының арқалайсың? Пірім, мен арқалайын. Сен бар, сен бар. Іншек, маған қоя беріңдер. Мен арқалайын. Сен алдымен сім бабаң бірден көтерсін. Үйің апарып қоям, ә? Қара, үлкен ағай. Келіңіз. Тез жүріңдер. Өзің зілдей ауырсың ғой. Тез бассаңдаршы. Албастым. Пірімді алғанмен мені алдай алмайсың. Сен осы таудағы албасты екеніңді білем. Пірімді жемексің ғой. Пішту. Пірім саған оп-оңай жем бола қоймайды. Пірім, мен жақсы адамның баласымын. Албасты емеспін. Маймылы құрғыр. Аз да болсы рақымың жоқ ба? Кішкентай баланы бірден көтерсең болды ғой. Оның ылғи албасы дей бергенің не қылық? Ой, мен оған қалжыңдап келемін. Арқаласам арқалайын. Пірім, сіздер ілгері жүре беріңіздер. Сен сегін келсе маған айт. Сүм бабаңның киімін былғап жүрме. Осы маңайын қайлы көрінеді. Бrittermau! Sukom! Баде! Ойпыр-ай, ағай! Ойпыр-ай, не деген қатты жел мынау? Бай, құтырық құйын ғой. Пірім қайда? Ана жақта. Пірім қайды кетті? Пірім! Жаңа ғана ат үстінде еді. Әп-сәтте қайып болды ғой. Пірім! Ұстаз бірім майшамның жалындай жел түймен-ақ жоқ болды ғой. Мен сендерге піріме қараңдар дедім ғой. Не бітіріңдер ей? Қатты ойыннан көз аша алмай қалдық. Қас-қағымда зым-зия болыпты. Әй, қырсық-ай! Пірімді тағы да албасты алып қашты. Өзіңіз арқалап келе жатқан бала қайда? Ай! Баланы айтады ғой. Мына құйын сол жәдігөйдің мінесі. Албасын танымады пірім. Ал сендер менің ескертуімді естімедіңдер емес пе? Інішек, Үлкен ағай, айтыңызшы, енді енді қайтеміз? Бәсе қайтеміз? Бұл Қуғарағай шатқалында бір ғана албасты бар. Ол албастың өнері ғаламат. Бізді зорлап от жақтырып, есік бақтырып, қоңырау соқтырып, керней тарттырып қояды. Сөйтеді, чүкім айт албасылар және дайым тауға шығып алман жинап тұрады.
Алманға ақша таба алмасақ, лажсыз таудан бірнеше қырғауыл бұғы ұстап тапсырамыз. Өйтпесең сөзің бекер, бұтқанаңды бұзады, киіміңді сыпырып алады. Біз назардан солғатып болды. Әулием, бізге бір көмек көрсетуіңізді өтінеміз. Ол албасты жадыгөйдің аты кім еді? Бұл албасты сиыр мүйізі Әзезілдің ұлы. Сиыр мүйізі Әзезілдің ұлы? Аты кім? Атақтандырғанда әулие боп алдияр дейді. Еркелетіп қызыл бет бала дейді. Қызыл бет бала дейді. Қызыл бет бала? Туысқандар, тұрыңдар. Оралдыңыз ба? Қалай? Құтылатын болды. Ол жадыгөй пірме әсте қастық қылмайды. Үлкен ағай, айтыңызшы. Тез айтсаңызшы. Ол албасты жадыгөй менімен туыс. Қайша туысыңыз болмақ. Шәкеңін шек, сен бе? Маймыл ағай бізге қалжыңдап отыр. Бұл жермен Мио бақтауының аралығында мыңдаған тау дариялар жатса, қайдан туыспақ? Қалжақ қылмасын. Бади, білмейді екенсің. 500 жылдың алдында сиыр мүйізі Әзезіл менімен төс соғыстырып туыс болған. Ол сиыр мүйіздің ұлы екен. Сиыр мүйіз Әзезілдің ұлы? Дұрыс. Ата жолы бойынша ол мені үлкен ағай деуі тиіс. Ағай, сізді үлкен ағай десе, мені ортаншы ағай. Жас отына кіші ағай дейді ғой, Үлкен ағай ау. Есіңнен 3 жыл аттамаса, туысыңда жат болар деген бар емес пе? 500 жылдан бері барыс келістеріңіз болмаса, ол сізді туыс деп таный ма? Жас отыншы, бергеш. Қайдаған айтқаның не? Жерлес жамағаты тұрса, неге танымайды екен? Бәлкім, арақ тамағым ол үстел әзірлеп бізді күтер. Тамақ шарап әзірлемесе де, қалайда мөлшермен пірімді босатпауға дәті бармас? Тезірек барып пірімді сұрап алайын. Жас өпіншек, сен және осында қалып жүкке жақсырақ қара. Біз арақ тамақ әзір болғаннан кейін сен шақырып аламыз. Жылдан бол. Бади, тез. Бади, тез жүр. Бұл қай жер? Мына жаққа. Ақау бұл. Жүрсеңші. Ой, пұрмау. Жүрсеңші. Ой, пұрмау. Бұдағыда мүмкінді жетіппіз. Жүр Бади, тез. Мен барып есік аштырайын. Аш есігінде. Не болған бұларға? Мынау сол ғой. Есігінің алдын озанап тұрған кім бұл? Балақай-ау. Ардақты немерем ау. Мен туыстық ниетпен өзіңді арқаласам, сен құйын шығарып пірімді түсіріп әкеттің ғой. Туыстыққа дақ түсірмей, түс шайыспай тұрғанда пірімді дереу қайтарып. Жөн-ау. Алған чатпақ. Кім сенің туысың? Кім сенің немерең екен? Сен мені танымадың ба? Танымаймын. Әкең саған мен жайлы айтпады ма? Әкем сен айт не қылады? Ой, бұл бал өзі. Немерем ау, әдепсіздік қылма. Мен әкеңмен төс соғыстырып серттескен туыспын. Ата жолы бойынша мен сенің үлкен ағайын боламын. Солай. Қотимаймын-ей, әулие боп алдияр менмін. Қашан сенің үлкен ағайын бар еді? Көкешім ау, сен білмейсің. 500 жылдың алдында аспан ордасын астан кестен қылған әлем әулиесі сұңықың менмін. Әкеңмен туыс боп төс соғыстырған кезінде сен тіпті туылмағансың, а? Мені туыс тарту айласымен ұстазыңды құтқармақсың ғой.
Ey, tost tartып емес, тосты танығаным бұл. Пірімді құтқармақ екенінде рас. Қане, пір бабаң тез босатып бер. Босатып бер. Қотый маймыл, мені баласын басынбақсың ғой. Оңай олжа жоқ саған. Бесіктен белің шықпай жатып әдепсіздің жол болсын. Ай, балақай, ай, түкті де түсінбейді екенсің. Ол сенің үлкен ағайың үскен болады. Мен ортанша ағайың жүкеңмін. Тезден арақ тамақ дайындап, шаршап келгенде күтсеңші. Қарсопы, мүриттерің суыңкің мен жұбаженің шардардың көгілдір отымен күйдіріп өлтірдім. Солар мені құтқарар деген үмітіңді өшір. Жігіттер, жүріңдер жарапшамыз. Шыдамдылық етіңіз. Бажен, су! Албасты тым қиын емес еді. От сұрап екен. Е. Біз сонда қалайша қарсыластық заңдылығы бойынша от сумен өшімедік. Сонда оңай құтылар едік қой. Дұрыс. Батқа бұда есімізге келмеген ая. Соны айтам-ау. Ардақты білерім. Келіңіздер. Тапсыра жұмысыңыз бар ма еді? Әулиекең албасыны жеңіп ұстаз бірін құтқару үшін өрт өшіре жаңбыр сұрай келіпті. Соған кеңесімге шақырттым. Бәрімізде дайын ғой. Әрқайсыларыңызды әуре дейтін болдым. Мен әлгі албаспен шайқасамын. Албасты жалын атқанда сіздер көпте күтіп тұрып, белгі дауысым естілгенде ақ. Деревнесе тоғыңыздаршы, ә? Әулие мұнан алаңсыз болыңыз. Бізге сеніңіз. Еңбектеріңізге рахмет. Кеттім. Алдияр! Бәле шықты. Әксін маймыл және шайқас ашты. Маймылай, сен маған үйткен чушқа сұңғалы келдің бе? Оттамай тезден пірімді қайтарып бер. Маймылым, таңсың менің араққа басты қуырмашыма тұралмақ. Құтқармақ сасығда емесін? Тезерлетті ғой. Бақау. Жүр тезгілік. Үлкен ағай. Үлкен ағайым-ау. Мың миллион жылдар картейме жасайтын әулием-ау. Нағып жарым жолда көктей орылдыңыз. Ағай. Әулием, әулиеке. Тәуірме? Үлкен ағай от қортеніп қаза болды. Не дейді? Бергеп көріңіз. Әулиеке, әулием. Үлкен ағай 8 ғаламаттың пешіне салып өртегенде де өлмеген. Бұл от бұйым ба? Ол әзір өзегіне ұрылған сұрапыл жалынан тағысып кетті. Сенбесеңіз, кеудесін сипаңызшы. Әлі ыстық. Қалай екен? Тұла бойы суып кетіпті. Әулиеке. Абыржымаңыздаршы. Мен жан шақырғыш тәспиғымды алып келейін. Көп рақым. Әбігерленмеңіз. Жан шақырғыш тәспиқтің қажеті не? Ол 72 түрлі құбыла білетін 72 жаны бар әулие тұрса. Келіңіздер, аяғын тартыңыздар. Бұл айткеніңіз. Кел сөзің.
Есін жейді ғой. Көзін ашты бәсе. Әулием. Тәуірсіз бе үлкен ағай? Бади, Сауықты дейм. Әулием. Қорлық көрдіңіз ау. Маймыл ағай, егер мен құтқармасам, баяғыдақ шипаңыз бітетін еді. Маған тіпті алғыста жоқ па? Үлкен ағай ау, сіз расында кіші ағайым құтқан. Солай де. інішегімнің еңбегіне айналайын. Әулием. Албастының атқылғаны шардарының оты екен. Фәни дүниесі сөндіре алмайды. Әулием, сізді абыржымаңыз. Сізше болғанда тағы қайдан көмекші күш шақырсақ жөн. Аллаждың барынша ұстаз біріңізді тірі құтқаралық, а? Өз кезінде Бұрхан бізге көктен тілесеңдер де, жерден тілесеңдер де, сендерге көмек дайын демеді. Қайдан құтқарушы шақыртсақ екен? Қызылбет баланы тізе бүктіру үшін шапағатшыны шақыру қажет. Бірақ Үлкен ағай, менің бүкіл денем сыздап, белім тізем үйіп тұр. Әзірше бір тоңқалақпен бұлттанаса, самғаялар емеспін. Шапағатшы Бұрханды шақыруға мен ақ барайын. Айтар сөзіңізді маған тапсырыңыз. Әулием. Самұрық әмір сардар барсыншы. Баруым барады ғой. Бади, алайда Бұрханмен көріскенде жалбарына сөйлеп ертіп келер бол, Сөйтем ғой, қам жемеңіз. Мейір шапқатым ол Бұрхан бөбі, өзіңізге мүритіңіз жуының басы тағзым етеді. Сен танысыңды қорғап, нома келуге бармай. Мені не жұмыспен іздеп келдің, а? Бұрхан бөбі, біз піріммен бірге Қуқарағай шатқалындағы будағы жалының күріне жеткенімізде, пірімді әулие боп алдияр атанған Қызылбет бала деген албасты ұстап әкетті. Біз сайса кетіп едік, ол сәдірмек албасының от бүркетінің қайдан білек. Содан ағайым жаралы болды. Ағайым мені сізді шақыртуға жіберді. Жалынышым бар Бұрхан бөбі. Шапқатыңызды жаудырып, пірімді тірі құтқара көріңіз. Будағы жалының көрінің қожасы Құдайға күнәлі боп жауыздық қылмайды. Сөзсіз өздерің шамдандырғансыңдар ғой. Мен емес, менің әлгі Маймыл ағайым шамдандырды. Былай болсын. Сен маған ілесіп үңгірге кіріп қожайынмен дидарлас. Кешірім сұра. Сенімен бірге мен де ұстаз біріңді босат деп қолқа салайын. Өте жақсы болды. Ол пірімді босату қынаса, мен оның аяғына бас ұрсам да болады. Рахмет Бұрхан бөбі, рахмет. Жүр ендеше. Жүріңіз. Өй, үлкен ағай, қараңызшы. Осы арада. Осында ма? Осы жерде. Бади, қорықпай-ақ. Кір үңгірге. Кіріп кет! Қоя бермеді! Жубаджы, сен екі көзің ашық тұрбақ менің әуле боп алдияр екенді танымадың. Жубаджы! Қап, мен жүкеңіз сендей сәдірмек жадыгөйге алданып қалғаным-ай. Ағайым әлем әулесі, басындырмайды саған. Мені ол қалайда бір күн құтқарады. Сол уақытта сені тұрманмен мың мәрте тепештермін. Мықтысың қара.
Мен сені 4-5 күн аспақ қасам да, сосын буға пісіріп, содырларының арақ бастықсына сыйлаймын. Meni jemeksindir mi? Aytıp koyayın. Meni jegenderin tügel doңuz obasымен ağırıp oңбай өлесіңдер. Тоқтаңдар! Күйгелек, желаяқ, бармыз. Сендер Алдияр әкемнің үйін білесіңдер ме? Білеміз. Екеуің тез барып сол Алдияр әкем мен әжелерін шақырып келіңдер. Таңсының етін жесін. Хоп! Тат, Алдияр, тат. Атам келе жатыр. Осынша тез ап келді ме? Е. Дереу қосындыр ұзып қарт Алдиярды қасаңдар. Хоп! Oğlum ау. Көріп көз айдынмын Алдияр әке. Ибадан тоқтала ғой. Алдияр әке, рахметіңіз. Oğlum ау, қарт әкеңді қандай шұғыл іске бола алдырттың? Әке, ұлыңыз кеше бір семіз соп ұстаған еді. Етін бірге жеп жигіліктенуге шақырттым. Қандай соп екен ол? А? Таңсың еді. Ой, ака ол қайсы таңсың? Батысқа нөмәкөлуге бара жатқан таңсың. Ол Сүңгезбен ұстаз бірі ғой. Иә. Ой, пұрмау. Оның ұстаз бірін сен қайтып жемексің. Тезден босат оны. Ол маймылға әсте соқтығуға болмайды. Өнер егей, құбылуы күрделі пәлі ғой. Өз кезінде ол аспан ордасының шақшалекейін шығарғанда, аспан тәңірі 100 000 сарбазын аспаннан торлай түсіріп те оны ұстай алмаған. Ұстаз бірін жегеніңді біл сол саған қайта тап береді. Алтын күрішін тауға қарай бір сілтесе, таулар түгел күсеп, бұт-жыт қорым шағыл болып қалмай ма? Қайтып тиіспексің, қайтып жемексің. Алдияр әке, А? сіз қалайша оның арынын асырып өсаңызды сындырасыз. Мен онымен талай сайыстым. Ол тіпті су тәңірінде алдыртты. Сонда да менің чардарымның ғаламат отын өшіре алмады. Солай ма? Әрине солай. Ұлым ау, шардарыңның отын ғана біліп, оның 72 түрлі құбылатынын білмесең бола ма? Ол қайтып құбылса да танимын мен. Ұлым ау, ол маса шыбын боп құбыла қойса, сен оны қайдан танисың? Алдияр әке, уайымды көбейтпей алаңсығына таңсың етін жеңіш. Мөлшермен ол табалдырығынан да аттай алмайды. Емеуіріне қарағанда ұлымның оған төтеп берерлік қош қанағы бардай. Әрине әке, жігіттер ей, бармыз. Таңсыңды алып барып жәркемдеңдер. Пысқан соң Алдиярмен бірлікте жейін. Тоқтаңдар. Дәл бүгінгі күннің ағыты келмей тұр. Жеуге болмас. Неге жеуге болмайды? Шешең жуықтан бері маған біраз ізгілік істесеңші деп уағыз айта береді. Ізгіліктің өзге жөнін таба алмай, уақытша ораза тамағын жейтін болған. Ораза тама? Иә. Бүгін ораза күнім. Таңсыңды ертең жуып шайып пысыртып, өзіңмен бірлікте жесем деймін. Әкеме бүгін не болған? Ораза ұстай қалған не сенді? Мен алдымен таңсыңды көрейінші. Бастаңдар ғани. Әй, бергел! Сендер Алдияр кәрияны қайдан шақырып келдіңдер? Жарым жолда кездестіріп шақырғанбыз. Бәсе қайтып келулерің тез еді. Үйіне бармадыңдар ма? Барғамыз жоқ. Білесіңдер маған? Бұл қайсы дерт деген ей, а?
әйзіл кеспелтеген. Ой, бұл... Ал, Ереке, жанымды қия көр, жанымды қия көр. Оны тез босатыңдар. Тоқтат! Тез босат дейім. Байлауда ауырып қалса, ертең сойып пісірғанды еті дәмсіз болады. Әке, Не демексің? бірнеше күннің алдында Жан Хазіретке кезіп қалып едім. Ол менен сен қай жылы, қай сайдың, қайсы күні туылыпсың деп сұрады. Есімде жоқ екен, маған айтып беріңізші Алдияр әке. Жасым ұлғайғандікі ғой. Туылған уақытыңды ұмытып қалыппын. Ертең үйге барып, шешеңнен сұрасаң білерсің. Әке, әдетте менің туылған уақытымды аузыңыздан түсірмеуші едіңіз. Бүгін не болды? Сөзсіз жалғандығыңыз бар ғой. Ой, мен әкеңмін, сен ұлымсың. Қай жерінде жалғандық болмақ? Oğlum al. Hay. Oha! İltifattan jurday oğlum al. Herkesin savaşın oldu kaydan gördüm. Шапағатшы Бұрхан бөлім екен ғой. Шаужыңнан ибалы сәлем, шапағатшы. Шаужың, ұстазыңыздың қиын қалын естідім. Сонан әдей Қызылбет баланы тізе бүктіруге келдім. Көп рахмет, шапағатшы. Oğlum al. Erkeğin dungur sırtına değin kuva gepsin koy ha? 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 Müritinizden İban Selim, şapaatçım. Sen Maymılдың тілегімен келген құтқарушысың ба? Sen Maymылдың тілегімен келген көмекшісің бе? Sen Maymылдың соя соғарсың ба? Сөңгіге қара! Burhan baba, mına Jadıgöy sizge qayta sұрау қойса да ләм дей алмадыңыз ғой. Тіпті ләләгүл тас көзіңізді де тастай қашқаныңыз не? Олай емес. Қарап тұршы. Mına Сәдірбек тым масайрап кетті өзі. Жоға. Қарап тұршы, менің күткенім оның отыруы.
Anam, Çapakatçım öldürmeyişi. Kızılber, sen menin beynimde kubulup abroyumda öğrendiğe kaytır datin gitti. Canımdı kıyaydır Çapakatçım. Kapı verdirişi Burhan bebe. Onday bolsa töböňdi sypatyp dinge giresin. Tüs bir. Erkekdimiz, ayıldimiz sürepeti qaytıp ketken ha? Talkoy kulkungdu toktat. Makul, makul. Kızılbet bala, bugünden bastap sen adal niyetpen rızık taratuşu bala bolup isteysin. Ha? Kayıt sıykırım. Ha? Aslında meni boysundurgan oz kişketagana sıykırma. Ha? Ay! Oğlum au, Burhan bebe seni er gitmey kalmasın diye balangdap, sagan altın şuğuruk altın bilen salıp beripti goy ya. Jupta alakanındı. Soğukun, şake. Tez barıp ustaz birlerini kutkarınlar. Ya, yürütünüz söyledim. Köp rahmet Şefakatçım.